Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен творожный пирог пісіріп үйренеміз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 6 жұмыртқаны сарысы мен ағын ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ағын холодильникке алып қоямыз, сарысын қамырына істетеміз. Миксердің көмегімен жұмыртқаның сарысын көпіртіріп аламыз. 350 грамм қантымызды аз-аздан салып отырамыз. Осылай аппақ болып көпіреді. Содан соң 1 шай қасық ас содасын саламыз. Оны да жақсылап араластырып жібереміз. Бізге 1 килограмм творог қажет болады. Егер творогтарыңыз құры болмаса, оны суыны сығып алуларыңыз керек. Себебі піскенде суы шығып кетуі мүмкін. Жаңағы жұмыртқаның сарысын 3-тен 1 бөлігіні салып араластырып аламыз. Егер творогтарыңыз құры болмаса, блендер қылу қажет емес. Еректен өткізіп алынған ұнымызға сары майды күштен өткізіп араластырамыз. Және қолымызбен араластырып, песочный қамыр жасаймыз. Дайын массамызға жұмыртқаның қалғанын саламыз. Жұмыртқаның сарысын және жайлап араластырып аламыз. Массамыз қамыр болып қалуы керек емес. Сондай ажыралып, дәл видеодағыдай болуы керек. Міне осылай қасықтың немесе лопатканың көмегімен жайлап араластырамыз. Массамыз дайын. Оны листке салып, осылай қолымызбен тегістеп жібереміз. Енді үстіне творогты массамызды салып шығамыз. Бір жерге салмастан осылай қасықпен жайып шықсақ, кейін үстіне жайып шығу оңайырақ болады. Холодильникте тұрған жұмыртқаның ағыны да көпіртіріп аламыз миксердің көмегімен. Осылай 2-3 минут көпіртіріп алғаннан соң осындай аппақ көбік болады. Содан соң 350 грамм қантымызды аз-аздан салып, тағы да көпіртіріп аламыз. Дайын болғаннан соң оны да творогымыздың үстіне салып шығамыз осылай.
пискенде әдемі шығу үшін осылай вилканың көмегімен бетіне ұрып шықтым. Пісіріп алу үшін 180 градусқа 30 минутқа қойып аламыз. Содан соң астыны 100 градусқа төмендетіп, және 20 минутша пісіріп аламыз. Осылай сырты қытырлақ болып піседі. Пирогымыз дайын қыздар, осындай әдемі болып шығады. Егер видео пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.